Сәлем достар, менің кезекті пайдалы видеома қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздің бір сағатыңыз қанша тұратынын бірге есептеп көреміз. Бірден ескертемін, бұл видеодан кейін жұмыстан арыз жазып кетіп жүрмеңіздер, асықпаңыз, иә. Ал кеттік, бір сағатыңыз қанша тұрады? Найымдағы жұмысты есептеп көрейік. Көбіне енді 8 сағаттан тұрады, иә. 8 сағат біз найымда жұмыс жасаймыз таңнан кешке дейін. Оған жолымыз бар, иә. Әрлі-берлі жүргенде, енді жақын тұрады дегеннің өзінде жарты сағат әрлі-берлі жиналуыңыз бар. Енді минимум 1 сағат, кейде тіпті 2 сағатта уақытыңыз кетеді, иә. Жиналуыңыз бар, жолыңыз бар дегенде. Жарайды, 1 сағат деп қалдырғанның өзінде 9 сағат сіздің күніне уақытыңыз кетеді жұмысыңызға. Енді біз ChatGPT-ден сұрағанда бүгінгі күнге Қазақстандағы орташа табыс көзі бір сайттарда 300 мың дейді айына, бір сайттарда 400 мың дейді. Енді мен 400 мыңға қатты сеніп тұрған жоқпын, сондықтан 300 мың деп алайық, иә, келісесіздер деп ойлаймын. Орташа табыс Қазақстанда жалақы 300 мың теңге дейді айына табыс. Так. Енді біздегі айына 300 мың, күніне 9 сағатымыз, біз аптасына 9 сағатты, аптасына 5 күн барамыз, иә. 9 сағат, аптасына 5 күн. 9 көбейтеміз 5, көбейтеміз 4 аптаға, иә. 180 сағат біз айына жұмысқа арнайды екенбіз. Енді 300 мыңды 180-ге бөлейік. Сағат сонда бірге есептеп отырсыздар ма? Бір осындай табыс табатын, орташа бұдан аз табыс табатындар бар, иә, жалақысы айына. Шамамен сонда күніне 9 сағат дегенде, даже 10 емес, иә, 2 сағаттап жолға кететіндер бар. 1666 теңге. Сіздің 1 сағатыңыз. Енді ойланып қараңыз. Мүмкін сіздің басқа таланттарыңыз бар шығар. Мүмкін енді сіз көп нәрсені керісінше қымбатырақ сатып алатын шығарсыз. Мүмкін сіздің көмекшіңіз, нянеңіз сізден көп ақша табатын шығар, иә. Мүмкін сіз сол жұмысқа шығу үшін сағатына 5000 теңгеге няня алып шығып отырған шығарсыз. Сондай осындай сандармен есептеп сіз шынайы көріністі, өзіңіздің шынайы көрініске көзіңізді аша аласыз. Енді басқаша шешім қабылдауға, енді жаңа басында айтқандай жұмысыңыздан шығып кетуге асықпаңыз. Дегенмен, менің қазіргі айналысып жатқан бизнесім сізге жұмысыңыздан шықпай-ақ, күніне 1-2 сағат онлайн арнап, мына жерде ортасында түскі үзіліс бар деген сияқты, онлайн демалыс күндері де аптасына 2 рет сенбі жексенбі уақытыңызды арнап дамытуға мүмкіндік бар, және жақсы табысқа шығатын мүмкіндікпен бөлісемін. Ол үшін менің профилімдегі сілтеме бойынша маған жекеме жазыңыздар, тегін консультация берем. Менің осы видеом сізге ұнап жатса, жақсы инсайттар алсаңыз, лайк басып, пікірге өзіңіздің 1 сағатыңыз қанша шыққанын жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.